Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді болып шығадыған творожный пирог рецептім білен бөліспекшімін. Ал менімен бірге болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін біз алдын тестасын дайындаймыз. Оған 500 грамм ұнға 300 грамм сары майды жақсылап торкадан шығарып, ұрбақтап аламыз. Сосын үстіне 3 жұмыртқа, шым-шым тұз, жарты пелай шекер, раслық литер, азырақ айран қосып, жақсылап қамырлеп аламыз. Қамырымыз бізде қолға жабыспайдыған мягкий болады. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал біз бұл арада ішіне саладыған салмасына өтеміз. Ал салмасына келедіған болсақ, бір ыдысымызға творогымызды, жұмыртқамызды саламыз. Сосын үстінен сметанамызды салып, құмшекер, ванилин, сосын обязательно естеріңізден шығып кетпесін, кукурузный крахмалдан 3 ас қасық салдым. Сонымен осылардың бәрін салып, жақсылап блендердің көмегімен езіп, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне, салмамыз да дайын болды. Енді тестаны алып, өзімізге керекті формада қолымызбен жақсылап жайып аламыз. Астына вилка көмегі білен тесіп-тесіп шығуды ұмытпаймыз. Сосын салмамызды үстіне салып, 180 градуста 30-35 минут көмегінде пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз міне дәл осылай болып пісіп шықты. Суығандан соң қалыбынан босатып алып, ыстық шайлармен бірге дастарханға тартсаңыздар болады. Ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.